Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұжымы отандық Міржақып Оян қазақ көркем фильмін тамашалады. Кинотеатрға арнайы діни басқарма төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы да келді. Ізгі қоғам жылы аясында ұйымдастырылған игі шараның мақсаты отандық кино өндірісті қолдау, ұлттық патриоттық тәрбиеге мән беру, бабалар жолын білу деді бас муфти. Әрине, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өз жұмысында алаш қайраткерлерінің, жалпы біздің алаш тұлғаларының елге айтқан өсиеттерін, жақсы сөздерін әр уақытта өз уағыздарында айтып жамағатқа жеткізіп келе жатыр. Біздің уағыздың жалпы негізгі бағыты Құран және хадис, соның ішінде біздің асылдарымыздың, ата-бабаларымыздың асыл сөздерінде халқымызға бірге жеткізіп отырамыз. Сонымен қатар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы былтырдан бастап медресе колледждерімізде алаштану, тұлғатану пәндерінде енгізген болатымыз. Бүгінгі біздің осы жұмыстарымызды ары қарай қуаттау үшін бүгінгіде мінеки фильмге келудегі мақсат біздің әрине бұл жерде ұстаздарымыз, имамдарымыз халыққа өсиет насихат айтып жүрген, және шәкірттеріміз осы діни тәрбие алып жатқан, олар да осы біздің бабаларымыздың еңбек жолдарымен танысып, тарихты есіне алу және тарихымызды біле отырып халыққа кеңінен насихаттауға бұл өзіндік үлкен жалпы себебі болады деген сенімдеміз. Және бұл кинодан біздің алған бір әсеріміздің бірі ол елдің бірлігі және тәуелсіздіктің баға жетпес бақыты екенін біз түсіндік. Осы тәуелсіздікті біз көзіміздің қарашығындай сақтауымыз қажет екендігін ұғындық. Бұны тағы да біз ары қарай халқымызға кең насихаттауымыз керек екенін біз тағы да жадымызға түсіп, мінеки Алла қаласа біздің ұстаздарымыз, шәкірттеріміз осы бағытта ел бірлігіне өзіндік үлкен үлесін қосуға себеп болады деп ойлаймыз. Режиссер Мұрат Есжан 6 сериядан тұратын туындысын бір ғана көркем фильмнің аясына сыйдырып, көрермен назарына ұсынды. Қазіргі таңда кино туынды еліміздің барлық аймағында көрсетілуде. Аталған фильмді тамашалауға дін қызметкерлерімен қатар медресе ұстаздары мен шәкірттер де келді. Оның барлығы керемет әсер, ол бізге балаларымыздың жақсы тәрбие алуына септігін тиеді деп ойлаймын. Себебі мына бүгінгі жағдайда балаларымыз бір отансүйгіштік, бұл бұрынғыға деген, бұрынғы өткендерімізге деген үлкен құрмет, соларға деген бір сағынышын, бір жоқ нәрсесін тауып алғандай бір әсер алдыға деп ойлаймын. Алдағы уақытта мұндай шаралардың көп болуын қалайтын едік. Бір мезетте 150 дін қызметкерлер мен шәкірттер тамашалаған фильммен бәрі ерекше әсер алып шыққанын айтып жатты. Ең бастысы бұл шығарма тарихымызды, өткенімізді зерделеуде таптырмас туынды екені рас.